Мынау құндыз жағалы шубысы, ұзын шубысы. Біздің Еркежанның керемет екен. Құтты болсын, өздеріне бұйырсын. мынау екінші шубысы міне. Өзінің шарасын киіне береді. Мынау қысқа шубысы. Арнайы куртаны алдым. Мынау қысқа жеңді. Міне қысқа жеңді шубысы. Норковый жағасымен, өзінің сумкасымен бірге алынған арнайы курткасы. Мынау шоғының жадағай сыртына киетін ұзын норковый жағалармен. Бұл Алия Тумандікі. Арнайы тіктірілген Еркежанға. Бұл шоғының өзіне арнайы тіктірілген жалғыз Еркежанға. Бренд, бір ғана бренд. Бұл Аянурдың бренді. Міне. Сырт киімі, пальтосы, норковый жағамен. Плащ, тренч, сыртқа сырт киімі. Қыдырып шыққанда сыртына киіп алады. Бұл екінші тренчі плащ. Қара, міне, осындай нелермен. Бұл кожаный тренч. Міне, кожадан арнайы жасап көрінгендерге жіберіп бұл түгел орамал жиынтығы міне. Әр түрлі көйлектермен, сыртқа шыққанда, киюмен, қонаққа барғанда киіп шыға береді. Бұл шоғының жалғыз түйір, бір түйір, осындай матадан тіктірілген, Еркежанға арнайы тіктірілді. Міне норковый жағамен. Шоғы көйлегімен, шай көйлегімен, мына кашеке. Тоже Еркежанға. Бұл шай көйлек Алия Туманның кашекеі сыртындағы Еркежанға арнайы тіктірілді. Міне, өкілі орамалмен. Шоғының қыдырып шыққанда киетін көйлегі аст үстімен двойкасы. мына жаққа да көрсететін жаққа көрінбей өзіміздің анда шай көйлек. Лаура әйел бір айналып шықты. екен өзіне берсін қатты болсын еш Бұл шоғыныкі. Бұл енді Астанада показға шыққан жалғыз түйір көйлек. бір түйірдік Мынадай матада міне көйлегі қыдырып шыққанда, шай құйғанда, қонаққа барғанда киіп кете береді. Шай көйлегі сыртында кашекеймен міне. қатты болсын өзіне берсін Енесімен қыдырғанда кетті. Бұл Аида ателер. Шай көйлегі.
тәжікейсіз өзін киіп кете береді. Бұл вечерный көйлектері. Нұра тиісі жоғары бар, жоғары. Төмен кісілердің ағаларына отыр берді. Ішінде тосын. Міне, мынаның екінші цветінен, розовый цветінен шай көйлегі. Екеуін ауыстырып, арнайы кие береді. Бұл шоғыныкі, міне, бұл да жалғыз матадан тек бір ғана. Міне, бір ғана көйлек тек осы матадан арнайы екі жаңа тіктірді. Өзіне берсін. Ой кісі, үй кісімен сырт киімі міне. Сыртқа шыдырып шыққанда киіп шығады. Вечерный көйлегі қыдырып, күйеуімен, жолдасымен қыдырып шыққанда, тойға барғанда осылай киіп арнайы қып-қызыл болып жанып жүреді. Жанып жүреді. Үндеме. Келіме түкір отырын. Күшті. Ой кісі ас үстімен тоже қонаққа барғанда, тойға барғанда осылай киіп барады. Сөйтіп. Сымайды шыға береді, сия бетін. Әсем бейкон дейді, жоқ өзіме дейді. Бұл шоғының көйлегі. Күшті өзің қайынсыз. Шай көйлек. Шоғын байты көйлесі. Қонаққа барғанда да киіп кете береді. Талай жүк ташады ертең мен келдім. Иә берсі. Бұл пиджагы. Любой шалбардың көйлегінің үстіне киіп шыға береді. Болды. Құтты болсын жаным. Бұл пиджагы, қара пиджак. Бұл жаңағы сыртқа шыққанда жолдасымен қыдырып барған кезде жұмысқа да киіп кете береді. Жақсыр айтып қойдық қой зор. Бұл асты последний сыртқа шыққанда киеді. Әжіңе бара ғой. Жаным. Айгүл. Жаным өйтсе де үй жанды қой. Арнайы душадан алдыртылды. Міне, Еркежанның өзі ертең қыдырғанда, сыртқа шыққанда күшті болып киіп алады. Шай мата сияқтайды. Бар чай сияқтайды. Бұл енді асты бөлкісі, спортивный бөлкісі. Жүгіресің кейін. Кинеді қоясың, қашайсың? Енді маталары әртүрлі фасонда өзі қалағанына тіктіріп алады. Вечерный көйлегі. Вечерный көйлегі. Бұл Аида ателердің көйлегі. Оля қарашындай әжем алып, алды өзгеше қылып істелген. Арнайы түстіртілген. Бұл Мелисаның көйлегі. Шай көйлек болып та кисе болады, былай да. Сыртқа шыққанда да киіп жүре береді. Мелисаның көйлегіне көрсетпей бай, Мелисаның көйлегіне өтсін. Аты ғой, аты. Мелисаның қылай. Шештіңіз ба, ағиба? Турецкий көйлегі. Міне, осындай. Асып бір жаққа атқанда киіп кете береді. Ашиданың көйлегі. Шай көйлек қылып та, былай да киіп жүре береді.
Бұл жазда көйлегі жазда да қыста да любой уақытта кие береді. Ашиданың штапель көйлегі. Қолдары басқаша, фасоны басқаша тігілген. Bir qaraya gel. Balakon koy, balakon bayağı bizim vaxtımızda kremay koyabiliyor. Reklam balakon. Арнайы киіп алады, дубайский. Халаттар, мақұл. Соның міне басқа түсінен, розовый түсінен, міне 2-3 түсінен бар. Ал Болиса Айбар Дидардың арнайы Еркежанға тік берген штапель көйлектері. Штапель көйлектері. Болисаның атынан Айбар Дидардың арнайы Еркежанға тіккені. Mın çaktan öpüp de koyalım. Ары қарай жіберсек шығар жібер. Әселдің қоңқына айдап шығартсын. Киімдері, көйлектері, шай көйлектері көшет болды. Енді аяқ киімдері. Бұл Баберден, міне, қыстық аяқ киімі. Баберден алышты. Еркежанға. Қапталға жинайын. Болды, Лаура, болды, айналды. Соның қара түсінен шай көйлектердің астынан жазда киіп кетереді. Вечерге, қонаққа, тойға барғанда киетін көйлектердің астынан туфли. Жазда да күзде киіп қадырды, қыста кимейтенді. Шай көйлектердің астынан киіп кетереді. Жазды, аяқ киімдері, мүшесі, басқаша модель келген. Тоже вечерге арнайы. Спортивный аяқ киімдердің астынан, шалбарлардың астынан киіп кетереді. Енді сумкілерін шығарып бір-бірде. Бұл күздік сапожкасы, міне, плащана, тренчтердің астынан киіп кетереді. Бұл кожаный түрі. Кожаный жаңа тренчтердің астынан кет. Бұл не? Үйге ертінің сыртқа шыққанда киіп кетердің тапшылығы. Ана сумкілерден көрсет. Бұл кожаный сумкасы. Болды, Лаура, жинайын. Мен алып жүресің болады.
Arnaya başka model Аналар. Bu Michael Kors orijinal sumka. Michael Kors. Ана сумклерін көрсет. Mine sumka qanday sumka beradi. Bu Prada'nın sumkasi. Oyday. Brend Prada var. Ананың Bu yerler işte bal, kiçikler olan bir ulken ben sağ tutuyordu. Naturalde boşa. Ayak giyimi жаздық китеріп астына үйлестіріп киіп ана сабақ жасайтын кісілер. Сабақ сабаққа жұмысқа шыққанда оқиды ғой мектеп. Екі жаққа қарай бірақ ананы орамал қайда ішінен шығарып білсіз құдағай мына костюмный белесі екі адамдар тұр аш сөйтіп аш салай бер жоқ ашу керек Bu da iki adamda kostümlü bilosu. Konak gelgende kol oramalları. Turецкий. Ne oldu kol oramalları? біреуін аш Ne malda Turецкий kol oramalları. Bir-birden mekte kayta salады. Bu da gündelikte özün iyice kullanan kol oramalları. Nabor, ванный орамал. Турецкий масло. Ора диван жақтың шары бар ғой бір тұрып алып